Сәлем достар, сәлем магистратураға тапсырушы талапкер. Бүгін біз тағы да магистратураның ағылшын тестін талқылайтын боламыз. Бүгін біз бір ғана тақырыпты талқылаймыз. Бірақ ол жеңіл тақырып емес. Сондықтан да мен осы бір грамматиканы талқылағым келіп отырмын. Мына жерде бізден мынандай сұрақ берілген. I'm not tired. Мен шаршаған жоқпын. If I went to bed now, егер мен қазір жатсам төсекке, I дейді да ары қарай не істеймін? Сөйлемнің екінші жартысын табу керек бізге. Сөйтіп, бізге мына жерде екінші жартысын көрсетіп қойған. 4 вариант берген. Wouldn't sleep, would sleep, will sleep, won't sleep. Кейде болады, кейбір адамдар тыңдайды да қайсысы құлаққа жағымды, сәйке осы дұрыс сияқты деп таңдап қояды. Бірақ бұл дұрыс емес. Бізде негізі бұл арнайы грамматика, оның өзінің формуласы бар. Сол ережесіне сәйкес сүйене отырып, біз қазір жауабын табатын боламыз. Енді негізі бізде ағылшын тілінде мынандай ереже бар. Conditionals деген. Conditionals дегеніміз бұл бізде шартты рай. Қазақша айтқанда шартты рай, немесе орысша условный дейді. Бұл conditionalстың негізі өзінің 4 түрі бар. Біріншісі zero conditional, 0, екіншісі first conditional, мұны жазып қойсам. Үшіншісі second conditional, second деген екінші дегенді білдіреді. И соңғысы third conditional. Енді мен мынаның барлығын түсіндіріп отыруға ұзақ уақыт кетеді. Сондықтан мен жаңағы ереженің қай conditionalsқа жататынын бірден айтайын, Ол бізде second conditionalsқа жатады. Енді біз дәл қазір бірден осы second conditionalстың несін жаңағыдай сөйлемін қалай табу керек, осының бірден формуласын талқылап жазатын боламыз. Енді ереже бойынша бізде second conditionalстың өзінің арнайы формуласы бар. Оның формуласы мынандай. Ең бірінші if сөзі жазылады, егер деген. Бұл бізде шартты райдың арнайы қолданылатын сөзі. Бұл бізде жаңағы 4 conditionalстың 4-еуінде де осы if, егер деп аударылатын сөз жүреді. Енді if-тан кейін бізде ереже бойынша past simple жүреді. Past simple және де қосылған would деген сөз жүреді, немесе болымсыз түрі wouldn't. Мынау болымсыз түрі. Енді осы формуланы толығымен ашатын болсақ, бізде мынау if, одан кейін past simple деген бізде өткен шақ. Бұл past simple'дың бізде өзінің формуласы бар. Ол verb 2 және verb ed. Ал енді мен бұны да ашып берейін, v2 дегенне, v-ed дегенне. Ең бірінші мына verb ed. V деген сөз негізі бізде етістік деген сөз. Мына verb, етістік. Енді бұл етістіктің ed дегеніміз не? Егер де біз мысалға play деген сөзді алатын болсақ, біз оған мына ed деген жалғауды жалғаған кезде бұл ойнау деген сөз ойнадым деп өткен шаққа айналып кетеді. Сонда біздің мына жалғаған ed-еміз осы сөзді өткен шаққа айналдырып тұр. Бұл түсінікті енді, Ал екінші мына v2 деген не? Бұл жерде де v деген verb дегенді білдіреді. Енді екінші дегеніміз бізде арнайы ағылшын тілінде сөздер бар. Ол сөздер мынандай ed жалғануға жатпайды, оған ed жалғанбайды. Ол сөздерді біз кәдімгідей толығымен жаттаймыз. Ол бізде былай бөлінеді. V1 деген мынау бірінші столбик, V2 деген мынау екінші қатар, V3 деген мынау үшінші қатар. Ол сөздер толығымен өзгеретін сөздер. Мысалға go, 2-де went болып өзгереді, 3-де gone деп өзгереді. Міне толығымен өзгеріп кететін сөздер бұл. Мысалға do, жасау, did, done болып өзгереді міне. Өстіп. Енді осының сіз V2 деп тұрса, сіз яғни мынау қатарды аласыз. Ортасындағыны қолданасыз. Сол кезде сіз мен бардым деп айтатын болсаңыз, I went деп сөйлем құрастырасыз. Түсінікті ма бұл? Ал енді бұл түсінікті болса, біз мына жерге if-ті қостық. Қосылған verb to verb ed, оған қосамыз would деген сөзді. Would немесе болымсыз түрі wouldn't.
деп жалғанады. Ол would пен wouldn'ттан кейін біз кәдімгі кез келген бір етістік қоямыз. Етістіктің бірінші формасы дейінші. Бірінші деген жаңағы бірінші ештеңе жалғанбаған, өзгермеген түрі қолданамыз. Енді бізде ереже бойынша осындай сөйлем құрастырамыз, иә? Ал жаңағы біздің енді ережемізде мен егер қазір төсекке жатсам, мен ұйықтамаймын деген сөйлем еді, иә, бізде. If I went to bed now, мен қазір төсекке жатсам. Енді осы жерде қарасаңыздар, if тұр, міне ережеге сәйкес. Went деген жаңағы бізде verb екіншіміз ережеге сәйкес кеп тұр, иә? If I went to bed now, егер мен қазір төсекке жатсам, ұйықтаймын ба, ұйықтамаймын ба? Бұл шаршап тұрған жоқ бізде, иә? Жаңағы тестте. Шаршап тұрмаса, адам ұйықтамайды. Істемеймін деген бізде wouldn't-ті жалғаймыз. I wouldn't sleep болады сонда. Sleep деген ұйықтау. Міне ереже бойынша бізде осы дұрыс болып шықты. Ал енді мына жердегі варианттардың арасынан қарап табатын болсақ, жаңағы бізде I'm not tired, мен шаршаған жоқпын, иә? Содан кейін if I went to bed, мынау бізде if жаңағы ереже бойынша, went екінші өткен шақта тұр, иә? Went to bed now, енді мына жерге біз would немесе wouldn't-та жалғауымыз керек. Енді ереже қарасаңыздар, A, B, C, D-дің A мен B-да ғана would деген сөз бар. Яғни біз C мен D-ны бірден алып тастаймыз мына екеуін, иә? Енді wouldn't sleep, мен ұйықтамаймын, ал would sleep болса мен ұйықтаймын. Ал бізде бұл шаршап тұрған жоқ. Сонда бізде қай варианты дұрыс? Әрине A варианты дұрыс, иә? If I went to bed now, егер мен қазір төсекке жатсам, I wouldn't sleep, мен ұйықтамаймын деген ереже. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінікті болса, видеоға лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, колокольчик басып қойыңыздар. Әрбір видео шыққан сайын сіздерге уведомление барып отырады.